Саптық дайындық пәні бойынша 9-ші тақырыбымыз саптан шығу және сапқа қайта тұру. Бірінші бастыққа келу, екінші бастан кету, үшінші саптан шығу және қайта оралу. Тақырыбымыздың мақсаты әскери қызметшіні 1, 2, 3 қатарлы саптан шығару. Саптан шығу, бастыққа келу және сапқа қайтып келуді үйрету. Тақырыбымыздың міндеті бастыққа саптан тысқары жерден келу және одан кету. Пәрмен бойынша саптан шығу және сапқа қайтып келу. Шақыру бойынша саптан шығу және сапқа қайтып келу. Бастыққа келу жобасы. Бастыққа келу жаса 1 сол аяқпен алға саптық адым қол қозғалысынан бастау керек. Жаса 2 оң аяқты қояды. Оң қолды бас киімге апарады. Жаса 3 қолды жамбасқа түсіреді. Саптан шығу, бастыққа келу және сапқа қайтып келу мынандай ептілікпен жүргізіледі. Бастыққа саптан тысқары жерден келу және одан кету пәрмені бойынша саптан шығу және сапқа қайтып келу. Шақыру бойынша саптан шығу және сапқа қайтып келу. Бастыққа саптан тысқары келу және одан кетуді оқытудың басында әскери оқытушы бөлімше маңдай шебін жағалай отырып бастыққа келуді толық көрсетеді. Нәтиже болу үшін әскери оқытушы немесе бөлімше командирі саптан студенттерді шақырып басшының орнына қоюы мүмкін. Бастыққа келуді 3 санауы бойынша үйреткен абзал. Жаса 1 санауына сәйкес қолдарды қозғалысқа келтіре отырып алға қарай саптық адыммен сол аяқпен орындайды. Жаса 2 санағы бойынша оң аяқты қояды және бірден оң қолды бас киімге тақайды. Жаса 3 санағы бойынша қолды жамбасқа түсіреді. Осыдан соң жаттығу басына қайталанады. Осы қимылдарды оқыту үшін бөлімшелер әр студенттің ара қашықтығы 2-3 адым болатындай бір қатарға немесе біреуден лекке тұрғызылады. Бастыққа келу тәсілін игеруде алға 3 адым қозғалыспен 4-ке санау бойынша жүргізуге болады. Бастыққа келу үшін адым алға қозғалыспен 3 санау бойынша баста пәрменіне сәйкес 1-2-3 санау бойынша алға 3 саптық адым жасау керек. Ал 4 санау бойынша оң аяқты сол аяққа тақайды және бірдестен оң қолды бас киімге апарады. Келесі 1-2 санаулар бойынша қолды бас киімге ұстап тұрып 4 санаққа түсірген жөн. Мұндай тәртіпке жаттығу бірнеше рет қайталанады. Бастан кетуді 4 санаққа мына пәрмен бойынша орындаған дұрыс. Яғни бастан кету 4 санау бойынша, баста пәрмені бойынша. Осыған сәйкес жаса 1 санауы бойынша барлық курсанттар оң қолдарын бас киімге апарады және құп болады деп жауап береді. Жаса 2 санағы бойынша айналып бұрылады және оң аяқты жерге. Жаса 3 санауы бойынша бірінші адыммен қолды түсіреді. Жаса 4 санағы бойынша оң аяқты сол аяққа тақайды. Осындай реттілікке бөлімше командирінің санауы бойынша жаттығу жүргізіледі. Ал сонан соң студенттердің өз санауларына орай жалғасады. Осыған сәйкес айналып оңға солға бұрылу тәжірибесі жетіле түседі. Бастан кету жаса 1 оң қолды бас киімге апарып құп болады деп айтылады. Жаса 2 айналып бұрылу оң аяққа жерге қою. Жаса 3 сол аяқты жерге қою, қолды түсіру. Жаса 4 оң аяқты сол аяққа тақап орынға кел пәрмені бойынша орындалады. Саптан шығу және қайту пәрмені бойынша саптан шығуын және сапқа қайта оралуын оқытуды бөлімше командирі бір қатарлыдан бастайды. Кейін 2 қатарлыдан және 2-ден, 3-ден, 4-ден тұрған лектен жалғастырады. Әскери қызметші саптан шығу үшін пәрмен беріледі. Мысалы, қатардағы жауынгер Әлімов саптан 3 адым алға шық, немесе қатардағы жауынгер Иванов бері кел пәрмені бойынша әскери қызметші өзінің тегін ести сала мен деп ал саптан шығу туралы пәрмен бойынша құп болады деп жауап береді. Әскери қызметші немесе студент бірінші пәрмен бойынша саптық адыммен бірінші қатардан бастап аталған адым саны бойынша шығады.
тоқтайды және бетін сапқа қаратып бұрылады. Осы тақырыбымызды қорытындылай келе, жаттығу барысында бастыққа келу, одан кету, саптан шығу және сапқа қайту қимылдары студенттердің әскери дағдыларын дамытуға бағытталған. Бұл қимылдарды жүйелі түрде орындау арқылы студенттер саптық қозғалыстар мен бастыққа бағытталған іс-қимылдарды дұрыс меңгереді. Қарумен және қарусыз жағдайдағы сәттілік әскери мәдениет пен кәсіби дайындықты көрсетеді. Осы жаттығуларымыздың барысында алынған тәжірибе студенттердің әскери қимылдарды нақты және нық, дәл және өз уақытында орындау қабілетін қалыптастырады. Бұл олардың жалпы әскери дайындығын нығайтады. Осы тақырыбымыз бойынша қолданылған әдебиеттеріміз: Қожамжаров, бастапқы әскери дайындықты оқыту әдістемесі. Екінші, Демеуов, саптық дайындықтың оқыту әдістемесі бойынша.